Атаулы әлеуметтік көмекке өтінім беру басталды. Онлайн түрінде үйіңізден шықпай-ақ АСП-ға тапсыруыңызға болады. Өтініш берушілерге қойылатын талап қандай? Жан басына шаққандағы отбасының жиынтық табысы кедейлік шегінен аспайтын отбасыларға тағайындалады. Бүгін күнде Шымкент қаласы бойынша кедейлік шегі 46.199 теңге болып белгіленген. Материалдық жағдай ескеріле ме? Егер атында бір үй, бір көлік болса, бол алады. Әрине, бірақ та ол көліктің мысалға несіне қарайды, деңгейіне қарайды, жылына қарайды, үйдің жағдайына қарайды. Тағайындауды кімдер шешеді? Учаскелік комиссиялар сіздердің үйлеріңізге барып, оларды мұқтаж емесін анықтайды. Атаулы әлеуметтік көмек тек оған мұқтаж адамдарға ғана тағайындалады. Жаңа ережеге сай атаулы әлеуметтік көмек бергенде кейбір кіріс көздері ескерілмейді. Атап айтсақ, студенттік стипендия, мүгедек бала асырап отырғандарға берілетін қаржы, бір жолғы жәрдемақылар, қайырымдылық көмектер есепке алынбайды. Атаулы әлеуметтік көмек алатын отбасыларға берілетін азық-түлік пен тұрмыстық химия жиынтығы енді берілмейді. Елімізде атаулы әлеуметтік көмек тағайындау тәртібі өзгереді. 2025 жылдан бастап атаулы әлеуметтік көмек тағайындау үшін кедейлік шегі ең төменгі күнкөріс деңгейінен емес, медиандық табыс есебінен анықталатын болды. АСП халық арасында осылай аталатын атаулы әлеуметтік көмек тағайындалғалы бері оның айналасындағы дау басылар емес. Халық көмекті тағайындауда түрлі кедергілерге тап болып жатырмыз дейді. Айтуларынша жәрдемақы нағыз мұқтаж отбасыларға беріліп жатқан жоқ. Осы орайда біз атаулы әлеуметтік көмек қалай тағайындалады, өтініш беруде қандай қиындықтар бар? Осыны білмек болып, кейіпкер кейпіне ендік. Атаулы әлеуметтік көмекті қалалық жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөліміне қарасты мансап орталықтары тағайындайды. Ендеше бізге жол осында. Шымкент қаласы бойынша осындай 5 орталық бар. Шаһардың орталығында орналасқан Әл-Фараби ауданы бойынша мансап орталығы солардың бірі. Мұнда халықтың қарасы көп емес. У-шу, даудамай, қарбалас, жанталасты да байқамадық. Сонымен бізде құжатын құнттаудың қаммен жүргендердің қатарынан табылдық. Кезек көп күттірген жоқ. Саламатсыз ба? Есім Ермек қызы Айжан, көп балалы анамын. Атаулы әлеуметтік көмекке тапсыра аламын ба? Тексеріп бересіз ба? Атаулы әлеуметтік көмек табысы төмен отбасыларға берілетін мемлекеттік қолдау. Оның мақсаты қиын жағдайға тап болған азаматтарға уақытша қаржылай көмек көрсету. Дегенмен кез келген өтініш автоматты түрде мақұлданбайды. Әр отбасының табысы, әлеуметтік жағдайы жан-жақты зерделенеді. Ермек қызы Айжан, сіздің отбасыңыздың жиынтық табысы жан басына шаққанда кедейлік шегінен асып тұрған жоқ. Сол себепті сіздің заявлениеңіз қабылданды. Учаскелік комиссияға жолданады. Ары қарай учаскелік комиссия сіздің материалдық жағдайыңызды тексереді. Құжат өткізу процесі бұрынғыдағыдай күрделі емес екен. Оған көз жеткіздік. Жеке куәлігімізді көрсету жеткілікті болды. Қалған мәліметтер мемлекеттік ақпараттық жүйе арқылы автоматты түрде тексеріледі. Дегенмен кей азаматтар үшін негізгі мәселе құжатта емес, отбасының табысын есептеу кезінде немесе талаптарға сәйкес келмеуінде болып тұр. Өздеріңіз көріп отырғандай, мансап орталығында адам қарасы қалың емес. Мұнда тек қана атаулы әлеуметтік көмекке ғана емес, басқа да әлеуметтік қолдауларға мұқтаж адамдар келіп, өтініштерін тапсырады екен. Атаулы әлеуметтік көмекке құжат тапсыру науқаны, қалай тапсырылады, жыл басынан бері қанша отбасы тапсырды, қаншауы кері қайтарылды, қаншауына оң жауап бердіңіздер, және оның мөлшері қалай есептеледі? Жалпы механизмін айтып берсеңіз. Бүгін күнде бізде қала бойынша 1600-ден астам отбасыларға атаулы әлеуметтік көмек тағайындалып төленіп жатыр.
негізінен атаулы әлеуметтік көмек жан басына шаққандағы отбасының жиынтық табысы кедейлік шегінен аспайтын отбасыларға тағайындалады. Бүгінгі күнде Шымкент қаласы бойынша кедейлік шегі 46.199 теңге болып белгіленген. Шартты ақшалай көмек екі түрде төленетін болады, шартсыз және шартты түрде. Шартсыз ақшалай көмек отбасылардың жұмысқа жарамды мүшесі жоқ отбасыларға беріледі, ал шартты ақшалай көмек отбасында жұмысқа жарамды мүшесі бар адамдарға, отбасыларға беріледі. Жұмысқа жарамды мүшесі бар отбасыларға мансап орталықтары міндетті түрде жұмыссыз мүшелерін отбасылардың жұмыспен қамтудың белсенді шараларына тартады. Яғни қала бойынша бос жұмыс орындарын ұсынады, қайта даярлау курстарына жолдайды, әлеуметтік қоғамдық жұмыс орындарына жолдап отырып, әлеуметтік келісімшарт жасасып, одан кейін тағайындаймыз. Егер отбасы мүшелері мансап орталықтары ұсынған жұмыстардан бас тартатын болса, онда атаулы әлеуметтік көмекте 6 ай мерзімге төлеуді тоқтатылады. Шымкент қаласы бойынша биылғы жылдың басынан бері 1600-ге жуық отбасына атаулы әлеуметтік көмек тағайындалған. Бұл көмектің тізімі әр 90 сайын қайта бекітіледі. Статистикаға көз жүгіртсек. Шымкент қаласы бойынша атаулы әлеуметтік көмекті тағайындау дерегі. Өтініш бергендер саны 1820 отбасы. Тағайындалғандар 1528 отбасының өтініші қанағаттандырылды. 292 отбасының өтініші қабылданбады. Сонымен Абай ауданы 302 отбасы, Әл-Фараби ауданы 341 отбасы, Еңбекші ауданы 341 отбасы, Қаратау ауданы 240 отбасы, Тұран ауданы 304 отбасы атаулы әлеуметтік көмекке қол жеткізді. Ақпараттық технология дамыған заманда жалпы атаулы әлеуметтік көмекке үйден шықпай-ақ немесе жұмысыңызда отырып-ақ өтінім бере аласыз. Ең бастысы электронды кілтіңіздің болуы. Өтініш беру жолдары мансап орталығы, егов порталы, мемлекеттік қызметтердің мобильді сервисі. Атында үйі және көлігі бар отбасылар атаулы әлеуметтік көмектен үмітті бола ала ма? Егер атында бір үй, бір көлік болса, бола алады. Әрине, бірақ та ол көліктің мысалға несіне қарайды, деңгейіне қарайды, жылына қарайды, үйдің жағдайына қарайды, сонымен қатар жер, сол мүліктерге барлық қаралады. И айқындап берген екен бізге жолдайды, біз қараймыз тағы оларға. Кімдерге тағайындалмайтын дейтін болсақ, бірінші болып участковый комиссияның мұқтаж емес қорытынды ұсынған отбасыларға тағайындалмайды. Жұмыспен қамтудың белсенді шараларынан бас тартқан отбасыларға тағайындалмайды. Сонымен қатар отбасылардың табысы белгіленген кедейлік шегінен асатын отбасыларға тағайындалмайды. Және әлеуметтік келісімшарт міндеттерін бұзған отбасыларға атаулы әлеуметтік көмек тағайындалмайды. Егер отбасының бір мүшесі жұмыс істесе, ал екінші мүшесі егер бала шағасы 3 жастан аспаған болса, немесе отбасында мүмкіндігі шектеулі баласы бар болса, соған қараушы ретінде болса, сонымен қатар ол азаматша бірінші немесе екінші топ мүгедегі болса, сондай жағдайларда ол мүшесін жұмыспен қамтудың белсенді шараларына жолдамаймыз. Ол азаматшалардың ақпараттық жүйеге салған кезде түгел барлық данныйлар шығады. Егер жеке кәсіпкер ретінде тіркелген болса, ол азаматтардың өткен 90-дағы табыстарын сұратамыз, яғни декларацияларын сұратамыз. Сол декларацияда көрсетілген табыстарын есепке аламыз. Ол табыс ретінде есептелінетін болады. Егер ол отбасылар жеке кәсіпкерлікті бағанағы декрет үшін, басқа бір өздері үшін ашып қойған болып, ол бойынша жұмыс жасамайтын болса, жеке кәсіпкерлігі жоқ болатын болса, ондай отбасыларда мен қазір жұмыс жүргізіп жатырмыз. Олардың жеке кәсіпкерлігін жауып, ары қарай біз өзіміз тағы жұмыспен қамтудың белсенді шараларына тартып жатырмыз. Мемлекеттен көрсетілетін қолдау көптеген отбасы үшін үлкен көмек. Бірақ оның мақсаты азаматтарды тәуелді ету емес, қиын кезеңде демеу болып, олардың тұрмысын жақсартуға мүмкіндік беру екенін естен шығармаған жөн. 15 немесе 1 айдың арасында біздің ұялы телефонымызға атаулы әлеуметтік көмектің тағайындалғаны, не тағайындалмағаны туралы хабарлама келіп түседі. Ендеше күтейік. Мемлекеттен алған көмек әрине жақсы. Алайда өз маңдай терімнен тапқан қаржыға жетпейді. Бай болайық, аман болайық. Біз сіздермен қоштасамыз.